Ойыншықтар ол бұтқа саналмайды. Сіз оны Құдай деп қабылдамайсыз. Оның жоғын үкімі бар, иә. Айша намазында ойыншығы болған дейді ғой. Айша намаз кішкентай болды ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи намаз оқи берді. Енді айна мәселесі, қыздар, ол деген сіздің көңіліңізді аударатын дүние. Намазда бүйтіп айтады, әдемі киіммен намаз оқыма дейді. Әшекейлі дүниемен намаз оқыма дейді. Неге десеңіз, сіз намаз оқып жатқан кезде бәлкім сіз ойланып кетесіз. Айна да сол. Айна деген нәрсе ол қорқыныш нәрсе емес. Сіз намаз оқып жатқан кезде қимылдайсыз ғой, бүйтіп қимылдаған кезде, вдруг қимылыңыз бүйтіп айнаға қарап қаласыз да. Қарап қалуыңыз мүмкін да. И сол сіздің көңіліңізді ауытқып қою мүмкін намаздан. Сол сияқты мысалы үлкен сақинасы бар, көз бар, бриллиантовый кольцомен оқып жатсыз да, и бүйтіп қойған кезде, осы әпкеме ризамын маған сыйлаған. Соны ойланып кете бересің да. Сол үшін сені отвлекать ететін дүниелердің барлығын таста дейді. Сені отвлекать етпеу керек дейді да. Сол үшін анау 40 жыл оқып жүрген жай намазыңызбен 40 жыл оқып жүрген көйлегіңіз сіз үшін ыстық. Неге? Өйткені уже үйреніп кеткенсіз да сол образға ше. Ал уже жаңа кисеңіз анау материал қандай бүйтіп не дышащий деп сөйтіп ойланып кетуіңіз мүмкін. Бұлардың бәрі сол сіздің намаздағы ойыңызды өзгертіп жіберуге арналған да.